Ашып отқан ғой, ұстап қалдым. Бірақ көрінетін видео жоқ, қара. Ал жеңеше, төл мерекеңіз құтты болсын. Отбасыңызға береке тілеймін. Жыласаңыз тек қана қуаныштан болғай көжасыңыз. Сәлеммен қайратыңыз сізді қатты жақсы көреді. Аман болыңыз. Рахмет, қайрат. Бірақ көрінетін видео көрген ғой, біз оны мөрі көрінетін қоямыз. Келін төгіп берсе өмір деген не айым соған сынбай сынақтарға түсіріп ертеңге тілектеспін. Ақ жүрегім әрқашан анаңның әруағы қолдасын. Жаным, рахмет. Сіз өзіңіздің жазыңыз ғой, иә? Менің киім алуға күштеп берейін жанымда. Сізде болсыншы. Бәрі келе бертең дүкенге бар. Күшті аладағыздар кезіп қарақаттай болсыншы, қыдырағандай болсыншы, бала шағам. Ел жақсы көретін осындай керемет жақсы қуаныштылы күніңді. Бұл құрт көже достар. Қазақстан бойынша тек Торғай өңірінде дайындалатын құрт көже. Бұрыннан хабар алдыңдар ма? Хабар алып, көздеріңді салып отырар. Бүгін шашып десе Шашылсын қыз, қандай сұлусың, қырдың гүліндей қол бұрып тұрсыз. Шашылсын қыз, етеге қамшаш. Hoş geldin. Бұл енді кішкене ғана скромный сыйлық. Күміс жүзік біріне Біз елге қош келдіңіз. Күміс елі татулықтың белгісі деп жатады. Мен бірінші рет мөлдірді көргенде елбасының туған күні жаңа жылда қара көйлек киген бел деген мынандай кімнің қасында сондай ашық майрақбай жүріңіз майрақбай деп мен ана жақта қысылып жүремін бүйтіп. Мен жүр ғой бүйтіп елбасы отыр. Иә, сосын айтып берейін. Жоқ айтпа, 50 ғана адам жаңа жылда бірге қарсы алдық та. 2 жыл бірге қарсы алдық. Иә, сол кештің гүлі болды да. Сондай ақылбай, әдемі, талия қара көйлек киген мен деген анаға көз алмадым. Как женщина болсам да, какая она прямо күліп, сондай билеп, деп ана Тоқаев, там президент. Бәрі үшін біз деген ана жылдар ортаны бермейді. Көңіліміз бір болды, жүрген жерде сондай сәлеміміз дұрыс. Мен де мақтанамын сендермен осындай көшелерім бар, осындай кісілер деп жүрген жерімде. Мына жақта қарақат бар менің көршім деп. Ана жаққа кетіп қалдыңдар ғой. Не айтайын?
денсаулық тілеймін. Иә. Ол оның жаратылысы әу баста сол тұнған өнер бір ғана ән емес, бір ғана жаңағыдай кино әлемінде түсіріп жатыр, өнер мектебінде ашып жатыр, неше түрлі продюсерлік қырынан, барлық жағынан, бірақ бәрі сол өнер деген үлкен қазанда қайнап, өзі сол көзін ашқаннан өнерлі отбасында өскеннен кейін бала сол білгенін беріп жатыр. 40-тан кейін жаңа өмір басталып жатыр, әншілік қырынан танылып жатыр қазір. Мен сені жақсы көремін, аңқылдаған жүрегіңді, осы бір әппақ, осы ниетіңе Алла тағала төгіп беріп жатыр. Қандай әдемі қараңыздаршы, әппақ өзі сияқты мына бүкіл айналаңда қоршаған мына дүние, мына дастархан, шүкір Аллаға тәуба. Енді осы ұл-қыздардың үмітіңді ақтап, ақ жүзіңді қара жерге қаратпасың. Мөлатайымызды құттықтаймын. Жарқырай бер, жаңа көктемің жақсылығымен келсін.